Бисмилlah, альхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Дүниеден қайтқан марқұмдардың суретін негізгі шариғатымызда жабық түрде ұстаған дұрыс болады. Кейбір кездерде үйлерде де атасының, әкесінің суреттерін, портреттерін іліп қойып жатады. Ол шариғатымызда дұрыс емес. Ондай қайтқан кісілердің суреттерін сағынған кезіңізде көру үшін жаңағыдай альбом, сондай салатын жерлерде тұрғаны дұрыс болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай жерде сурет болатын болса, жаңағындай тірі адамның суреті болатын болса, ол үйге, ол жерге періште келмейді деген хадисі бар. Сондықтан да қабірдің басында да құлпы тасқа сурет қою, бұл да шариғатымызда дұрыс емес болып есептеледі. Себебі құлпы тасқа бізде аты жөні ғана жазылады, оны кейін ұрпақтары сол аты жөні арқылы тауып алу үшін белгі ретінде ғана. Ал енді сурет қою ол жерге, ол енді шариғатымызда дұрыс емес болып саналады. Себебі ол жерде періште болу керек деген секілді, ал енді сурет тұрған жерде періште болмайды деп жаңа айтып өттік.